Келесі 58 сабақ фигуралар салу. Ежелгі уақытта ұзындықты қалай өлшеген дейді. Біріншісі ауызша, екіншісін тікбұрышты және тіктөртбұрышты қалай салу керек екен есіңе түсір. Тіктөртбұрышты салу. Оның қарама-қарсы қабырғалары туралы не айтуға болады? Міне тіктөртбұрыш салдық. Тіктөртбұрыш салдық мысалы. Оның қарама-қарсы қабырғалары жөнінде не айтуға болады дейді. Мына қабырғасы, мысалы мына қабырғасы бар ғой. Сол мына қабырғасына, мына жердегі қабырғасы параллель. Ал мына жақтағы қабырғасы, мына жақтағы қабырғаға, мына қабырғаға параллель болып келеді. Бұған мысал ретінде біз параллель өмірдегі біздің көріп жүрген нәрселерден темір жолды айтуға мысалы болады, темір жолда рельсті айтуға мысалы болады. Олар бір-біріне параллель болып келеді, қиылыспайды. Үшінші есеп, өзің салған тіктөртбұрыш бір бұрышынан, тіктөртбұрыштың бір бұрышынан радиусы осы тіктөртбұрыштың еніне тең болатын шеңберсіз фигуралардың қиылысу аймағын боя. Олардың бірігу аймағы не болады? Міне мына суреттегідей сіздер циркуль арқылы радиусын анықтап алып, шеңбер сызып, ол шеңберден тіктөртбұрыш сызуларыңыз қажет. Барлығы суретте көрсетілген. Мысалы, жаңағыдай тіктөртбұрыштың еніне тең болатын дегенде радиусын мысалы 3 см деп алуыңызға болады, 4 см деп алуыңызға болады. Сонда мына жері 3 см болғанда, ол тіктөртбұрыштың ені бір жағынан шеңбердің радиусы болып табылады. Сонда мына жер 4 см. Дәл осылай сызасыздар. Төртінші есеп, өрнекті баған түрінде жаз және есепте дейді. Баған түрінде жаз. Мен мына екеуін алайын. Қайсысын алайын? Мына ең соңғы қатарындағын алайын. Сосын мына мен мынаны сіздер өздеріңіз шығарасыздар. 258 қосу 499 баған түрінде шығарайық. 258 қосылған 499. 258-ге 499 қосамыз. 9-ға 8 қосқанда 17, біреуі ойда, 9-ға 5, 14, ойдағымен 15, тағы біреуі ойда, 2-ге 4, 6, ойдағымен 7, 757 болады, Мына жерде 757 шығады. 1000-нан минус 49, 1000-нан 49-да айтамыз. 1000 минус 49. 0-ден 9 азылмайды, енді 10-нан 9 айтамыз. 1, 9-дан 4 айтқанда 5, мына жерде 9-ға 951 шығады. болады. Келесі есеп бізде 5-ші есеп фигуралардың қабырғаларының ұзындығын есептеу, олардың периметр мен ауданын тап дейді. Қараңыздар, сіздер кітапта аласыздар, линейканы аласыздар, есептейсіздер, есептейсіздер. Мен қазір мысалға сіздерге көрсетейін. Мысалы, мына ортасындағы алайыншы. RM кесіндісінің ұзындығы мен мысалы 2 деп алайын. Ал RS, мына жер 2, 4 деп алайын. Бұнда ауданын табу үшін мен 4-ті 2-ге көбейтемін. 4-ті 2-ге көбейткенде қанша болады? 8 болады, яғни 8 сантиметр квадратқа тең. Периметрін табу үшін 2-ге 4-ті қосамын, 6-ны 2-ге көбейтемін, неше болады? 12 болады, яғни периметрі 12-ге тең. 12 сантиметр. Осылай түсінікті ғой, мына фигуранікі. Осы есепке қарастырып өздеріңіз шығарасыздар. 6-шы есеп, ербол сымды әрқайсысы 3 см-ден 6 қабырғасы бар фигура шығатындай етіп майыстырды. Бұл фигураны қалай атауға болады? Фигураның периметрін тап дейді. 3 см 6 қабырғасы бар дейді. Қараңыздар, санап отырыңыздар. 1 қабырға, 2 қабырға, 3 қабырға. 1 қабырға, 2 қабырға, 3 қабырға. 1 қабырға, 2 қабырға, 3 қабырға, Мұнау бізде 6 бұрыш. Дұрыс қой? Мінекей. Міне 6 бұрыш. Осындай фигура болады. 6 бұрыш. Осы периметрін тап дейді. Егер мына жері 6-ға тең, қараңыз, әрбір қабырғасы 3-ке тең. Міне. Үлкен қылып сызайын деп едім. Мына әр қабырғасы қосылады ғой, Мына жеріндегіні қосасыздар. Қараңыздар, мына қабырғасы 3 см-ге тең, мына жері 3 см, мына жері 3 см, мына жері 3. Яғни 3. Периметрін табу үшін не істейміз? 3-ті 6-ға көбейтеміз, сонда 18 шығады. 18 см квадратқа тең.